Қымбатты бауырлар, қазақ тіліне не кедергі? Біріншіден, бұл кедергілердің бір жүздегенін атауға болатын еді. Соны ең ғана атайық. Бірінші кедергі ол қоғамдық кедергі. Қазір міне жиналып тұрған 5-6 адам шығамызда, көшеде, далада, дүкенде орысша сөйлеп кетеміз. Барған жерімізде, отырған жерімізде, жүрген жерімізде тек қана қазақша сөйлеп, тек қана қазақ тілінде арыз жазып, соған жауап алатын болсақ, міне сонда осы кедергі ойлады. Бұл бір. Екінші кедергі осы қоғамдық кедергі туатын мемлекеттік мекемелер. Мемлекеттік мекемелер кедергі отыр. Себебі қазақ тілінде арыз жазсаң қабылдамайды, өтініш жазсаң қабылданбайды кейбір жерлерде. Сондықтан ең басты кедергілердің бірі осы мемлекеттік мекемелер болып тұр. Сондықтан осы мемлекеттік мекемелер ісін бәрін қазақша жүргізуі керек. Енді осыдан туындайтын үшінші кедергі ол саяси кедергі. Мемлекет кедергілер, мекемелер қазақша жүргізбесе, олар неге сүйеніп отыр? Олар ата заңға сүйеніп отыр, Конституцияға. Конституцияның 7-ші бабының 2-ші тармағына сүйеніп отыр. Сондықтан біздің қоғамды бөліп тұрған осы Конституцияның 7-ші бабының 1-ші және 2-ші тармағы. 1-ші тармағы сен қазақсың десе, 2-ші тармағы сен орыс тілінде сөйлей бер, орыс тілі тең қолданылады дегенді алып тастау керек. Міне сол. Және де осы кедергілерді жоятын мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау керек. Ол заңда Қазақстанда мемлекеттік және ресми тіл тек қана қазақ тілі болу керек. Солай деп жазу керек. Рахмет.